Сәлем, достар, қалайсыңдар? Абыл, сендер қайда кеттіңдер, қайда бардыңдар, не болатыр, қызық болатыр деп айтып отқан болсаңдар, қазір Айша. Айтып отыр десең. Айта берсін, біз бүгін Американда орналасқан фермаға келдік. Қандай ферма екен білмеймін, бірақ та менің көрінісімде андай киноларда болады, андай ужас киноларда тракторлар жүретін сондай сияқты. Қазір көреміз қандай екен. Жолда келеміз дегенше Айша жаңадан сатып алған футболкасын кірлетіп үлгерді. Сол себепті дақ қалып қоймас үшін жуып тастап жатырмыз бірден. Потому что Айшаның бүкіл киімі дақтақ. Енді біз хотя бы новый киімдерін тастауымыз керек. Иә, өз-өзімізге сөз бердік. Енді кірлесе дағын бірден жуып тастаймыз деген. Қаншалықты ұстаймыз сөзімізді. Бүгін бірінші күн деші? Бүгін бірінші күн. Қараңыздар, бұл фермада жалпы өте көптеген жеміс-жидектер өседі екен, көкөністер өседі екен. Соның ішінде мына жақта жазып қояды, таңдап алып, о жақтан жинайсың да өзің. Жинайсың деп айтқан, енді қазір көреміз қалай болатын. Бірақ жинап алып, сыртта шығып бартқанда төлеп алып кетсең болады. Өлшеп, иә. Бағалары міне мына жақта барлығы жазып қойған. Мына қараңыздар, міне мысалға бүгін бар ол арugula бар екен, битс деген екен білмеймін мен. Брокколи бар, свекла ма? Міне осы капуста, сәбіз деген осылай міне толып тұр. Ал мысалға міне авокадо майда болады екен. Қазір сәуір, сондықтан мамыр айында авокадо келсе болады. Жарайды, кеттік. Міне кіріп келе жатырмыз. Бірден сіздерге бағасын айта кетейін. Демалыс күндері $20 екен, бірақ біз бүгін жұмыс күні келгендіктен $7-дан. $7 адам басына $14 болды. Одан кейін $40 біз андай арнайы бір билеттіктер сатылады екен. Және қайда? Халқым айтатын бір өтікті айтып қойдық. Бүгін Айша 2-ке толды ғой. 2-ке толған балаға тоже билет алу керек та, бірақ біз Айша 2-ден кішкентай деп айттық. Жоқ, Айша толған жоқ, кешкі 9-да толады. Кешкі 9-да толады, иә. Сондықтан біз шын айттық. Міне мынандай билеттіктер, бұл билеттіктер не үшін? Бір ойындарға, бір андай жануарларды тамақтандыруға арналған осындай билеттіктер, осыларды төлеп, сондай заттарды істеуге болады екен. Біз деген 48 билет алдық. Әзірше бұл билеттер ешқашан күйіп кетпейді. Яғни бүгін барлығын қолданбасаң, басқа күні келіп қолдансаң болады екен. Ферманың іші бізді міне мынандай трактор күтіп алды. Мына жақта міне балалар ойнайтын құм бар екен, мына жақта міне әткеншек бар екен. Ар жақта ана қараңыздар, қозылақтар. Қозылақтың ойнағаны әдемі. Не? Ешкілер. Ана экстремал ешкі екен. Экстрем жақсы көретін, үстіге шығып алған қараңдар. Жақпен қайыққа барады екен, жолын қарасаңдар. Мынандай көлік қойып қойған. Көліктің үстіне шығып алған ешкілер. Негізінде ауыл есіме түсіп кетті ғой. Бірақ та ана жақта қараңыздар, ешкілер. Мынаның үстілерімен жүреді екен ешкілер. Негізінде ешкілер жалпы біздің ауыл көрген адамдарға аса қызық емес болуы мүмкін ғой, бірақ қалада өскен балаларға қызық шығар. Анан қарасаңдаршы, анан қараңдар, ешкілер сізде жүр. Қалай кетіп отыр? Міне жаңағы билеттердің бағасы бір билет $1, бірақ та $10 алсаң 11 билет алуға болады, $20 алсаң 23 билет алуға болады деген сияқты. Мен $40 алдым, 48 билет. Мына қараңыздар, түйеқұстар. Бұған дейін мен түйеқұстарды көрмеппін жақыннан. Тірідей, жақыннан емес, тірідей жалпы. Алматыда зоопаркта бар дейді, айтады, бірақ мен есімде жоқ, ол жақта жоқ сияқты ғой, Кімнің есінде бар? Мына жерде лақты тамақтандыруға болады екен, бірақ бүгін жабық. Өкінішке орай. Мынандай асқабақ бар екен, ішіне кірсе болады. Кішкентай балаларға арналған. Бірақ менде андай кіргім келіп тұр ішіне. Балалар жүр, ятып екен, қазір кіріп кетсем, бәрін итеріп. Қойлардың арасына кіріп кеттік. Қой мен ешкілердің арасында. Нан қарасаңдаршы, мынау еще андай қойлар екен, қашпайтынша. Бүгін ораза білесіңдер ма? Тиіспейміз де. Бірақ құрбан айтта қайтып келеміз ау деймін мұнда. Айша, мынаны ұсташы қойды. Мынаны қара. Қойды ұсташы. Ұсташы, сипаш. Мысалға, міне осы жерге кіру 4 билет тұрады екен. Мен жаңа айттым ғой, біз 48 билет сатып алдық. 4 билет төлеп кірдік. Яғни бір бала кірсе, 2 ата-ана тегін кірсе болады. Немесе бала 2 жастан кішкентай болса, ата-ана төлеп кірсе болады. Мынау деген қарын шығып кетіпті. Мыналар қорқпайды екен күшті. Қалай қорқпайсыңдар сендер? Қоянға ұқсамайтын қоян. Адамнан қашпайтын қоян ба бір бәле? Қоянға ұқсамайды түрлері? Қандай?
Дұрыс ұқсаймын. Жайлап. Қоянға ұқсамайды ғой деп қоям ба? Сөйтсе бұл ана не ғой? Теңіз шошқасы дей ма? Теңіз шошқасы дейтін бет, ана морская свинка сондай екен. Мен дос тауып алдым, қараңдар. Мен ана бас киімімнің жібін жеп жатыр. Қараңдар. Телефоным жейін деп жатыр. Қалайсың? Кім атың? Атың кім сенің? Кім атың? Риск тістеп алса, Міне біреу енді айдына келіп тұр. Шашын жеп жатыр. Ей! Мен нағат қойға әлі таңғалып жатырмын, мынаны қараңдаршы. Ма! Не деген дәу. Айтпақшы, мына жақта тарақтар бар екен. Арнайы бүйтіп алып, тараса олатпай. Мен сумкам жеп жатыр, қара. Мен сумкам жеп жатыр. Тағы біреу келді. Мен деген, мыналар деген кәдімгідей мені ұнатып атқан сияқты ғой. Жақсы, дос, біз кеттік. Мынау деген ана есіктің қасында күзет сияқты отыр ғой. Жақсы. Міне осылай бірден шыға салғанда мына жақта қол жуатын арнайы мынандай раковиналар тұр. Мына жақта қараңыздар, жануарлар шоу болып жатыр. Мынандай уақытпен 11:30-да, 1:30-да, 3:30-да екен. Біз кешіп қалдық, бірақ есігін жауып тастадық. Мына жақта есек, қараңыздар, мынау Шректағы есек. Мынау арқылы тамақтандыруға болады екен. Мына жаққа тамағын саласыз, әне. Бірақ та тамақты сатып аласыз, міне қараңыздар. 25 центқа салып, ана сағыз сатып алған сияқты айналдырып тамақ сатып аласыз. Демайшы, мына қараңыздар, есек. Сосын мына жақта лама бар. Міне ламаны көрдіңіздер ма? Мен альпака дейді, альпака. Достар, мынау білесіздер ма, кімдер? Мынау мне Криштиану Роналду, мынау Лионель Месси. Неге десеңіздер, goats, қараңыздар. Міне екеуін бір жерге қалап қойыпты. Шотландиялық сиыр дейді. Айша, Хайландер дейді. Қараңдар, Хайландер, Toyota Хайландер. Мынандай автобус бар екен, автобусты айдайын деп жатырмын. Саламатсыз ба, қайда барасыз? Айшамен ойнап жатырмыз. Қайда барасыз? Мынандай шошқалар бар екен тағы да, мынаны қараңыздар, екі дәу шошқа. Одан кейін шошқаларды да мен негізі кішкентай кезімде ауылдан көргем тек. Кеттік, мына жақта тағы да. Тамақтандыру ма? Қара, Айша, балапандар, үйректер. Барамыз ба? Барамыз ба? Жүр. Тамақ беріп едік, жаңа секіре кетті ғой, бір-бірімен төбелесіп. Арасында бір тауық жүр. Не істеп жүрсің? Аңарында қолды бетсең келет әне. Қолында дым жоқ негізінде. Айша аяқ кейін жеп жатыр. Бір-бірінің үстіндегі тамақтар жеп жатыр. Жалпы енді контактный зоопарк бар екен, түсінген шығарсыздар бұл жақта, иә. Міне біз бағана қой ешкілерді, және қоянды, және нені көрдік? Теңіз шошқасын. Ал енді мына жақта балапандар, тауықтар тамақтандыруға болады екен. Не андай? Ыңғайсыздау кішкентай балаға, үлкен адамдарға болады, бірақ кішкентай балаларға ыңғайсыздау. Себебі қолыңа жем ұстасаң, олар бірден барлығы секіреді екен да. Айша жана кішкене қорқып кетті. Мына жақта не бар екен? Тауықтың сорпасы. Chicken soup деп тұр жатса. Бар тауықтарды көресің. Мына жақта қараңыздар, неше түрлі стильный тауықтар бар екен. Мынандай тауықтар көрмеппін мен. Мынандай қарасын, қоңырын көрген, бірақ мыналарды қарасаңыз, ана прическасын қараңыз. Мынаның прическасын қараңыз. Мынандай арнайы автоматтар тұр. Қағаз ақшаны тиынға айырбастайтын. Мен $1 салып, $1 тиынмен алып алдым. 25 центтықтар, яғни 4-еу $1. Ал бұл тиындармен тамақтар алуға болады екен, басқа автоматтардан. Бағана көрсеттім ғой, сол автоматтардан қазір тамақ алып, тауықтарға жем береміз. Сосын қараңыздар, мынандай міне тәшкілері бар екен. Бұлар тегін келіп алып, қолдана бересің, балаңды отырғызып. Біз қазір біреуін алып алдық. Мынандай батут бар екен, қараңыздар. Бір қызығы бұл жақта, бұл да немен? Билетпен. Яғни кірер кезде міне 3 билет
өзіңіз мына жәшікшеге салу керексіз. Бұл жақта ешқандай контролер жоқ, ешкім тексеріп жатқан жоқ. Сенімділікте құралған бизнес десең, соған мен 3 билет салған жоқпын. Ойнап айтамын, әрине салдым. 3 билет саласың, осында кіріп батутта секіресің. Мынаны бағана кіргенде білмегем ғой. Сөйтіп қазір енді біліп алғаннан кейін коляскамызды сол жаққа қойып кеттім. Заттарын бәрін осыған салып алдым. Себебі мынаумен жүрген ыңғайлырақ. Жерді көріп тұрсыздар ғой. Коляскамен жүрген кішкене ыңғайсыздау. Мынандай аттракцион бар екен, пойызбен айналу, бағасы 4 билет. Қазір Айдына мен Айша айналып жатыр. Пойызда, пойыз көрмегендер, бірақ Айша пойыз көрмеген ғой шынымен. Мен сосын мына жақта маған нау айырды мені, тауықтардың концерті болып жатыр. Мынаны тауықтардың концертінен қойсыздар. Now I see what one embrace can do. Look at me. You got me loving you. Қалай? Күрке тауықтар ма, не түсініксіз. Мынандай қараңыздар. Трактормен прицепқа отырғызып алады да, сөйтіп қазір көкөністер, жеміс-жидектер егілген өсіп жатқан жерге апарады, сол жақтан теріп алсаңыздар болады. Бағана айттым ғой, теріп алуға болады деп. Только сондай жерге барамыз. Ана жақтарға баратын сияқтымыз трактормен. Клиптар естіп басталады ғой былай. Мына қараңыздар, міне мынау не? Мынау әгүршіктер деп бересіз. Міне мына жақта тағы да кестесі тұр, не өсетіні және бағасы барлығы жазылып тұр. Сосын арнайы міне пакеттер қойып қойған және мынандай пластик ішіне салып алуға, клубник, клубнай, анау кішкентай заттарды салып алуға. Кеттік ал. Тереміз қазір. Біз клубнай теріп жүрміз, қараңыздар. Ау. Я, бүгін ашқан дейтін, ойлаңыздаршы, мына клубнай өсетін жер тек бүгін. Мына Айша. Мына. Бұл не істеп жүрсің десеңдер, клубнай теріп жүрмін. Мынаны қараңыздар. Жұмысым сол, Америкада не істейсің десең, клубнай теремін. Міне. Уқыты, мынау қып-қызыл екен. Бірақ бір жақ шіріп кеткен екен. Жалпы бұл жақта... Да, тут больше, на жерде көп. Ана ортада. Қайсы? Айша? Кел, мынау ма? Мынау ма? Айша? Кел бері. Мынаны қараңыздар. Мынаны қараңыздар. Мынандай дөйлеп құлпынайлар. Жалпы бұл жер туралы айтатын болсам, арнайы трактормен алып келеді сізді. Бұл жақта тек қана құлпынай емес, ар жақта мысалы мандариндар өседі, лимон өседі деген сияқты көптеген неше түрлі жеміс-жидектер, цитрустар. Сосын сіз бұл жақтан теріп аласыз. Теріп алып, ар жақта шығарда өлшеп сатып аласыз, өзінің бағасы бар. Я, одан кейін сен бұл жақта жіберсең болады. Тойғанынша. Қазір әке береді саған. Яғни тек шығып баратқанда қанша бар қолыңда соған төлейсің. Ал былай мына жақта келіп тойып жеп алсаң, оған төлемейсің. Міне мынау біз жаңа келген трактор Джон Дир деген жасыл түсті. Басқа адамдарды алып келе жатыр. Бұндай андай екен, келіп тастап кетеді сізді. Сізді келіп тастап кетеді, сосын кетіп қалады да басқаларды алып келеді. Сіз жүре бересіз, қалған кезде қайтқыңыз келсе, жаңағы келген кезде сонымен отырып кетсеңіз болады, немесе қалып ары қарай жүре берсеңіз де болады. По полям, зеленый трактор едет к вам, у него в прицепе кто-то песенку поет. Түскі асқа келіп жеттік. Біз әдеттегідей өз репертуарымызда сырттан тамақтанбай, сыртта ақша құртпай, тамаққа себеп қымбат деп үйден тамақ алып шықтық. Міне Бистроганов Айдына жасады. Не? Борщты Айдына жасады. Салатты да сен жасадың, не? Нанды қолыммен пісірдім. Арнайы пластикқа салып қойды. Не деген дәу аттынау. Мынаны қараңыздар. Мына арыстанды қараңыз. Арыстан емес екен.
шын комбайннан қазіргі таңда жұмыс істемейтін деп ойлаймын. Горка істеп қойған, мына қараңыздар. Ар жағынан шығасын, мына жағынан түсесін. Күшті. Міне нағыз қояндар. Бағанағы өтірік қоян ғой, мынау қараңыздар, кәдімгідей дәу үлкен қояндар. Жатыр, ана бір жер қазып жатыр. Ана побег деген ғой, побег и Шаушенга жасайын жүрген сияқты. Мына жақта тауықтар сыртқа шығып кеткен ғой. Мынау әтештер ме, не мынау? Мынау достар, не десеңіздер, бұл деген қалай ойлайсыздар? Бұл деген сиырдың тамағы, ойлаңыздаршы. Сиырынан жейтін келімді салайшы. Мына қараңыздар. Сал. Мына жеп отыр. Айналып келіп осы Асқабақ жаққа келдік, және мына ешкілер жаққа. Болған сияқты бәрін көріп аралап шықтық. Не айтам, өте күшті жер екен, келіп демалғанға. Ар жақтан жалғыз менің көлігім тұр ғой. Демалыс күндері келмей қойған дұрыс сияқты, себебі ол кезде адам өте көп болады. Сөзсіз, көп болатыны сөзсіз. Былай біз бүгін екінші күн, сейсенбі күні, адам қатты көп болған жоқ. Сол жақсы екен адам көп болмағаны. Бірақ бәрін көріп шықтық деген үміттемін. Бір-екі жер ғана жабық болған шығар. Былай күшті болды. Жаңа сиырды тамақтандырдық. Иә. Соңғы қалған 50 центқа. Шөп емес андай кішкентай нелер андай. Түсініксіз анау бір. Походу сиырдың жейтін тағамын соған нет қойған ғой, андай кішірейтіп. Иә, сату үшін ғой. Сол болды. Күшті жер екен. Іштеріңіз пісіп, қайда барсам екен десеңіздер, осы жерге келіңіздер. Америкада болсаңыздар, Лос-Анджелеста болсаңыздар. Көп тикет қалды ма бізде? Ал егер Қазақстанда болсаңыздар, онда ауылға барсаңыздар жай десең.